Қалдарыңыз қалай? Ертең Сәкең Алматыға жол жүріп бара жатыр. Соған бүгін ет асып қой. Өткенде хатундар жазыпты ғой. Адам деген етті қасықпен жейма, анау мынау, короче, әңгіме көп. Содан бүгін қолмен жейік деп отырмыз ал. Мен жазып жүрмеңіздер, не сұмдық мынау қолмен жеп ағызып, төгіп шашып деп. Қолмен жегеннен кейін төгіледі, шашылады. Үйде жарайды, қолмен жеуге болады, бірақ көпшілік жерде қасықпен жеген дұрыс деп ойлаймыз. Вафлимен жеймін. Әйтпесе бір тәрелкеге бәрі қолын салып, аузына салып, вообще қай жеуге болады онда еш тамақ. Вообще мынаны ет дей ма, бешбармақ дейміз? Бешбармақ демейді деді ғой. Бешбармақ демейді деп жазды ғой өткенде. Сосын бүгін ет деп айтып отыр. Сол кейбір тамадалардың өзі ғой. Ал енді ет келеді. Бір бешбармақ деп жүреді. Ет болып кеткен ба? Ұқпадым. Не болса, ол болсын. Кім қалай айтысы келсе олай айта берсін. Қолмен жесе қолмен жесін, қасықпен жесе қасықпен жесін. Қолы жоқтар аяғымен жейді. Не ақыларыңыз бар десең. Жәкеңе сәттілік тілеп қойыңыздар. Скоро бір күшті жаңалық болады десең. Айтамыз дәл. Айтамыз деп. Қалай екен Сәке, дәмді ма? Ой, керемет. Бешбармақтың жаманы болған. Біреулер айтады ғой. Тамақты беріп алады да, қандай екен деп сұрайды деп. Конечно, дәмді деп айтады деп. Дәмсіз болса, дәмсіз екен деп айтатын еркектер де бар ғой, айтыңдаршы. Жазыңдаршы комментарияға. Мынауың неме деп тәрліке пәрәкәсімен қосып. Лақтыратын еркектерді де көргеніміз айналды. Так что, қатып қалған заң жоқ. Әр отбасының өз заңы бар. Өмірді қиындатпай, жеңіл өмір сүріңіздер. Қасықпен жесеңіздер, қасықпен, қолмен болса қолмен, аяқпен болса аяқпен жеңіздер. Жол ас болсын, сәттілік. Маған подписаться етуді ұмытпаңыздар.